сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Әне-міне дегенше 12 айдың сұлтаны Рамазанда келіп қалады. Бұл айда күннің аптабына, жұмыстың қаптауына қарамастан, бір шамамыз ауыз бекітіп, Алла алдындағы парызымызды өтеуге кірісеміз. Жаратушы иеміз бір істі құлдарына парыз етсе, онда ол нәрседе пенде үшін қос дүниеде де пайда болары сөзсіз. Ораза да осылай. Оның қасиеттері, шарапаты туралы, сондай-ақ ауыз бекітушінің шексіз сауаптарға кенелетіні жайлы Құран аяттары мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен оқып, имамдар аузынан естіп жүрміз. Ораза жайлы аят хадистер. Кімде-кім Рамазан айында шынайы сеніммен сауапты бір Аллахтан ғана күтіп ораза ұстаса, бұрын-соңды жасаған күнәлары түгелдей кешіріледі. Ораза ауыз бекітушіні күнәлардан, тозақтан қорғайды. Қалқан, ораза ұстаушының екі қуанышы бар. Ауыз ашқанына қуанады, және Раббысымен қауышқанда ораза ұстағанына қуанады. Ораза ұстағанда ауыздарыңды құрмамен ашыңдар. Құрма таба алмасаңдар, сумен ашыңдар. Өйткені су тазартатын қасиетке ие. Кімде-кім ауыз бекіте тұрып, өтірік айтуын қоймаса, әрі алаяқтық істеуін доғармаса, оның ішіп жеуден ғана тыйылғаны Алла тағалаға қажет емес. Рамазан айы келгенде жәннаттың қақпалары айқара ашылып, тозақтың қақпалары жабылады. Шайтандар кісенделеді. Сәресіні ішіңдер, өйткені сәресі уақытында ішілген аста береке бар. Аузы берік кісіге, ауыз аштырғанға ораза ұстағанның сауабындай сауап беріледі. Бұдан ораза ұстаушының сауабы еш кемімейді. Кімде-кім Рамазан айының оразасын ұстап, одан кейінгі Шәуіл айында да 6 күн ауыз бекітсе, жыл бойы үзбей ораза ұстағандай сауап алады. Жұмақта Раян деп аталатын есік бар. Ол есіктен тек ораза ұстағандар ғана кіре алады. Ораза ұстаған түні әйелдеріңмен жақындасу халал қылынады. Мешіттерде ихтикаф жасап жатқан кезде әйелдеріңмен жақындаспаңдар. Әрине, бұл оразаның адамға келетін рухани пайдасы. Ал ауыз бекітудің денсаулыққа келер дүниелік пайдасы туралы ой қозғағым келіп отыр. Біріншіден, қазіргі медициналық ізденістердің нәтижесінде ораза тұрғысында 3 нәрсе айтуға болады. Ораза ішіп жеуден тоқталатын, жай ғана діни жоралық емес, оның адам денсаулығына зор пайдасы бар екенін дәлелденіп отыр. Ораза адам толыққанды өмір сүру қалпын ұстап тұру үшін маңызды процесс. Ораза адамға тамақ жеу, тыныс алу, ұйқы, іс-қимыл сияқты адам организміне өмірлік маңызы бар құбылыстардың бірі. Егер адам ұзақ мерзімге ұйқыдан не тамақ жеуден тыйылса, денсаулыққа зақым келіп, дертке шалдығатыны секілді. Адам ораза ұстамаса, ағзасына зиян келетіні анықталып отыр. Ендігі кезекте оразаның оң қасиеттерін жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, жасушалар жаңарып, ескілері жойылады. Ораза адам организміндегі қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына 1 ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп ішуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағатқа аузын ашып, әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін ішкі ағзасы белсенділікпен жұмыс істейді. Сөйтіп олардың өміршеңдігі күшейе түседі. Сондай-ақ ораза адам организмін тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылтады. Бұл бірінші қасиеті. Екінші қасиеті, қант ауруына тосқауыл болады. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі демалады.
ұйқы безі қантты крахмалды заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безінің шығаратын инсулинінен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безіне ауыр тиіп, жұмыс істеу белсенділігі төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қант қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, қант ауруына шалдығады. Қазір әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдарды ораза тұту арқылы емдеу етек алып жатыр. Ауыз бекіту арқылы қант ауруын емдеу процесі бұлай жүреді. Пациент 3 апта бойы күніне қанындағы қанттың мөлшеріне байланысты 10-20 сағат арасында ауыз бекітеді. Одан кейін ауыз ашқан кезде жеңіл тамақтармен қоректенеді. Бұл химиялық дәрі-дәрмектерді қолданбай, қант ауруын емдеудегі ұтымды жол екенін медицина дәлелдеп отыр. Француз биологы, ішкі ағзалар бойынша білікті дәрігер болған Нобель сыйлығының лауреаты Алексис Каррель өзінің белгісіз адам деген еңбегінде былай дейді: адамдар барлық ғасырларда ораза тұтқан. Сондай-ақ барлық діндер тамақ судан тыйылып, ауыз бекітуге шақырудан ешқашан тыйылған емес. Адам ауыз бекіткенде ең бірінші аштық, одан соң денеде әлсіздік сезінеді. Кейде осының әсерінен адам қобалжуы да мүмкін. Бұл сыртқы болып жатқан жағдайлар. Бірақ ішкі организмде құбылыстар бұған қарағанда маңыздырақ. Осы сәтте бүйректегі қант қимылдайды. Онымен бірге терінің астында сақталған майлар да қимылдай береді. Ішкі ағзалар мен жүрек бірқалыпты жұмыс істеу үшін барлық организм өзіндегі сақталған қордан қажетті энергия жұмсай бастайды. Бұл болашақта адам организмінің жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Каррель айтып отырған тамақтан бір мерзімге тыйылып, ауыз бекіту мұсылмандардың оразасы емес пе? 3-ші қағида: артық салмақтан арылуға әсерін тигізеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайды. Яғни адам ұзақ уақытқа қарны аш жүріп, бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмағаны жөн. Бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеп соғады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмалардан дәм тартып, аз ғана су ішіп, ақшам намазына тұратын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам осы бір әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар. Ал қант қан құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылық сезінеді. Сонымен қатар құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін де қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Көп адамдар күні бойы тамақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр, майлы тамақтарды, көкөністерді жеп бастайды. Бұл тағамдарды асқазанның қорытуы ұзақ уақыт алады. Мінекей, ораза жайлы айтылған керемет сөздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.